Баршаларыңызға сәлем. Бүгін біз французский шов болмаса немесе белевой шов деген тігіс түрін үйренеміз. Ол үшін бізге матаның оң жағын және сол жағын анықтап алу керек. Одан кейін шовқа бізге 1,5 сантиметр кетеді. Мен мұнда өлшеп сызып қойдым. Енді ары қарай теріс жағымен теріс жағын ішке қаратып, шамамен 5 мм көлемінде строчка жүргізіп шығамыз, қосып тігеміз. Мына жағынан былай тігіп шығамыз. Сіздерге көрінсін деп қара жіппен сабақтап қойдым машинкамды. Бұны тігіп алдық. Тігіп алғаннан кейін мына жердегі артық матаны қиып алып тастаймыз. Шамамен 2-3 мм қалса, бізге сол жеткілікті. Біз қидық. Енді бұны бұлай ашып, мына тігісті жатқызып үтіктеуіміз керек. Мына жағынан үтіктеп, сосын мынандай қылып аударып, мына положенияға осы аударып, тігісті жатқызып үтіктеп аламыз. Ары қарай біздің белгілеген сызығымыз бар. Осының үстінен строчка жүргізіп шығамыз. Бұл тігісті де ашып үтіктейміз. Сонда бізде мінеке қараңыздар. Мынау дайын нәтижесі осындай болып шығады. Яғни, мынау матаның ішкі жағы, қараңыздар. Тігісіміз осылай түсу керек. Ал мынау матаның сыртқы бөлігі. Мінеке. Сырты әдемі, таза. Іші де ешқандай оверлоксыз, сондай аккуратный тігіс, аккуратный өңдеу болып шығады. Назарларыңызға рахмет. Тағы да осындай пайдалы сабақтар шығып отырсын десеңіздер, каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.